Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен ұйғыр самсасының жасалу жолымен бөлісетін боламыз. Самсамыз жұмсақ, қат-қат болып шығады. Ол үшін бізге 72% бөлме температурасындағы май қажет болады. Майымызды кубик етіп турап аламыз. Майымыздың барлығын кубикша етіп турап алғаннан кейін, ұнымыздың үстіне салып, барлығын жақсылап араластырып, крошка тәрізді етіп аламыз. Крошкамыздың үстіне 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Менде қаймақ үстіне тұз салған видеом түспей қалыпты, сондықтан сіздер тұз салуды ұмытпаңыздар. Енді барлығын араластырып, жұмсақ етіп, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дәл осы видеодағыдай жұмсақ болып шығуы қажет. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, салафандарға саламыз. Қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, ұнды қатты көп сеумей жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы дәл осылай болады. Яғни қатты жұқада болмау керек, қатты қалыңда болмауы қажет. Алдын ала ертіп алған майымызды үстіне құйып, барлығын бір тегіс етіп жағамыз. Егер біздер қамырымызды қатты жұқа қылып қоятын болсақ, бір-біріне жабысып, қаттары көрінбей қалады. Май жағылған қамырымызды 5-10 минутқа майымызды, яғни кішкене қатырып аламыз. Майымыз кішкене кебу керек. Сонда аралары жабыспай, қат-қат болып пісетін болады. Қамырды ораған кезде барынша тығыз етіп орауға тырысыңыздар. Тағы да тығыздық беру үшін қамырдың өзін дәл осылай кішкене айналдырып жібереміз. Дайын болған қамырымызды тағы да салафанға салып, оны морозильникке орналастырамыз. Шамамен 2 сағаттай тұруы қажет.
2 сағаттан кейін қайтадан қамырымызды алып, түйуді бастаймыз. Қамырымыздың оралғанын жоғарғы жаққа қаратамыз. Сонда біздің самсамыздың беті қат-қат болып шығады. Біз бұл қамырмен тез жұмыс жасауымыз қажет, себебі ішіндегі майлары ағып кетуі мүмкін. Жайып дайындап алған қамырларымыздың ішіне салмасын салып, менде сиыр етінің тартылғаны фаршы. Сіздер қалаған ортасына салмасын салсаңыздар болады. Самсамызды астына қаратып, барлығын 3 бұрышынан қосып аламыз. Содан кейін астына қаратқан күйде 1-2 рет сілкіп жібереміз. Сонда біздің самсамыздың іші кішкене ауа үрленіп, бет жағы томпақ болып тұрады. Самсамыздың бетінен қатты баспай, жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Жұмыртқаның сарысын жақ болғаннан кейін күнжіт немесе өзіңізге қалаған дәмдеуішті бетіне себуге болады. Мен бұл жерде мақ қолдандым. Мінекей біздің ұйғыр самсамыз дайын болды. Самсамыз өте жұмсақ, ауызда еритіндей болып шықты. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар.